Ассалаумағалейкум, ел жұртым, амансыздар ма? Мынау енді Лимон маркетплейс бомба болып жатыр. Қазір дейтін вообще жарып жатыр десе болады. Неге десең, осыдан 5-6 ай бұрын, даже 5-6 ай, 7-8 ай екен Қазақстанға келгелі. 7-8 айдың ішінде қаншама жұмыс жасалды. Кеше сол Алматыда үлкен форум өтті. Үлкен форумда бар, өз көзімізбен көрдік. Ең жоғарғы деңгейде отыр. Неге десең, бұрын сетевой компанияларда нелерде болып жүрміз ғой, солардан бағанағы осындай форумдарын көріп жүрміз. Ал енді кешегі деген ойламаған жерден бұлай жасайды деп ойлаған жоқпыз негізі. Лимондікін вообще ешкімді шаршатқан жоқ. Ана жерінде бүткіл адамның барлығы да керемет көңіл күймен барлығы да болып жатыр ғой. Шоу да болып жатыр, құттықтау да болып жатыр, би де болып жатыр, тойдағыдай неше түрлі тамақ та болып жатыр. Барлығы да бір неде бір волнада болды десе де болады. Енді сол жердегі түйін қандай түйінге келдік? Яғни бұл жерде маркетплейстің болашағы. Қазір заманды көріп отырмыз. Маркетплейстер жаулаған заман. Неге десең, традиционный бизнестер уже қалып келе жатыр. Сауда орталықтарының көбі банкротқа кетіп жатыр. Неге десе халық маркетплейстарға көшіп жатыр. Ал енді бұл маркетплейс келген кезде ертең не болады? Басқа маркетплейстерді жұтып қояды. Біріншіден заводтың бағасымен, екіншіден склад өзіміздің елімізде болады. Мына Атырауда, Қазақстанда болады склад. Үшіншіден доставка сол бағанағы алған сумның ішінде, яғни арзан жоқ десе де болады, тегін деп десе де болады. Доставка тегін. Төртіншіден өзінің бренді болады. Лимонның өзінің бренді. Телефон, телевизор, бәрі Лимон деп шығылады. Бесіншіден бұл жерде лотереялар ойнатылады. Яғни машинаға дейін ойнатылады да. Енді сол кезде не болады? Бүткіл халық ертең бұл жерде потребитель боламыз. Адамдар бағанағы бір зунипасын сатып алып жатыр да, даже машина ұтып кетіп жатады да. Сондай мүмкіндіктер болады. Ал енді маңызды нәрсе акционер болу. Яғни сол жердегі дивидендтен ақша алып отыру. Дүние жүзінде жүріп жатса, саған дивиденд түсіп отырса, керемет емес пе да? Кеше Қырғызстанда сауда басталып кетті уже. Мынау енді алда болашақта болады, анау мынау деп отқан нәрсе емес. Енді действительно уже кеше сауда басталды, көп болған жоқ. Сол сауда болып отқан тек қана Бишкектің өзінен дивидендті біздегі алда болашақта түсіреміз деп отқан жоқ. Сол бойда төленіп жатыр да, сол бойда төленіп жатыр. Ал оның өзі керемет нәтиже енді. Ал енді алда уақытта уже келесі жылы Қырғызстанның бүткіл қаласында болады, Қазақстанның бүткіл қаласында болады. Келесі жылы 2026-та. Сол кезде уже күніне $200 кем болмайды. Ал алда уақытта 52 мемлекетте жүргенде, сол кезде $2000 жоғары ақша табасыңдар деп отқан сол. Ал енді осы мүмкіндікті жібермеңіздер. Мынау енді шыны керек болашақ, балдардың болашағы ертең ұрпақтан ұрпаққа қалдыратын нәрсе мынау. Бұлай да қарап отырсақ, таңертең кешке дейін жұмысқа барып жүріп қой. Айналып жатқан бір система ғой, ештеңе өзгермейді да. Ал адамдар бар, мысалы, ақша тапқысы келеді, көп ақша тапқысы келетіндерге. Ал сондай адамдарға ақша іздеп жүргендерге бұл енді керемет мүмкіндік. Бір адамдар бар, саудадан бағана шаршап кеткендер совсем бар ғой. Олар да сол күнделікті күнкөрістен неден ауыспай жатыр да ақшалар. Бірақ шаршап кетті, бір нәрсе айналып жатқан. Ол соларға да керемет. Ал біреулер бар, уақытыдан шаршап кеткендер. Ол уақытыдан шаршап кеткен. Бізде сол болдық кезінде. Міне, рахаттанып өмір сүріп жүрміз. Үшінші таксовать етіп жүр қазір. Таксовать етіп те көрдік. Неге десең, ол да тоже шаршатады. Неше түрлі адамдар бар. Шабыс таңертең кешке дейін. Бәрі шаршатады. Соның барлығы не? Күнкөріс қой, ақша табу. Ал енді сол күнкөрісті табуға, ақша табуға просто кәсіпті таңдап білген дұрыс та. Өзіңдің жаныңды қинамайтын, рахаттанып жүріп өмір сүретін, соның үстіне ақша тауып атасың, тап-тазасың, былғанып отқан жоқсың, нетіп отқан жоқсың, қолыңа дейін тап-таза ғой. Бұл жерде керек нәрсе не? Просто түсінген нәрсені түсіндірдің адамға. Болды, басқа ешқандай қиыншылық ештеңе жоқ. Сол нәрсемен ақша табасың. Керемет емес пе да? Ел аралап, жер аралап, жаңа адамдармен танысып, жаңа мүмкіндіктерді көріп, және білім алып, өзіңнің біліміңді өсіріп, адамдарға жақсылық жасап, ал несі жаман аз? Керемет пе? Керемет. Біріншіден айтатын, бұл сетевой бизнес емес. Ол бір
Екіншіден финансовый пирамида емес. Финансовый пирамидамен шатыстырады. Финансовый пирамида бұл жерде товар болмайды, өнім болмайды. Екіншіден миллиондап кіргізе береді адамдарды. Үшіншіден сол бойда ақша төлемейді. Яғни бір айдан кейін деген сияқты нәрсе тұрады, алда уақыт аласың. Сол нәрселердің біреуі де жоқ бұл жерде. Сондықтан финансовый пирамиданың еші жоқ. Так что қорықпай хабарласыңыздар.